Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге Боранбаева Гүлжан Сембекқызы, Алматы мемлекеттік политехникалық колледжінің арнайы пәндер оқытушысымын. Пәніміз желілік жүйені басқару. Бүгін бірінші зертханалық жұмыс тақырыбы желіні жобалау және жүргізу. Мақсаты: желі топологиялар мен желіні жобалау және жүргізу. Желілердегі мәліметтерді берген жөнелту үрдісі бойынша үшін имитациялық модельді жасау үлгісінде желінің әртүрлі топологияларына арналған мәліметтерді беру ортасына қатынау әдістерімен таныстыру. Жұмыстың орындалу тәртібі. Яғни бірінші теориялық мәліметтермен танысамыз, келесі жеке нұсқадағы тапсырмаларды орындаймыз, бақылау сұрақтарына жауап береміз, орындаған жұмыс туралы жазбаша есеп беру. Яғни есеп бергенде студенттің аты жөні жазылады, теориялық мәліметтер жазылу керек, есептің электрондық нұсқасы Microsoft Word редактормен дайындалған файл болу керек. Яғни осы файлды біз қайтадан модульге жүктеуіміз керек. Келесі Decid, Strike, схема, сети бағдарламасында жасалған жұмысының скриншоты салыну керек. Келесі бақылау сұрақтарына жауап жазылу керек. Осылардың барлығы орындалғанда жаңа электрондық есеп, дайын электрондық есебімізді модуль платформасына жүктеуіміз керек. Жалпы теориялық мәліметке кішкене түсініктеме беріп кетейік. Желі топологиясы, яғни желі топологиясы дегеніміз не? Желі топологиясы бұл оның геометриялық пішіні немесе компьютердің бір-біріне қатысты физикалық орналасуы. Желі топологиясы түрлі желілерді салыстыру және жіктеу әдісін береді. Жалпы топологияның негізі үш типі бар: шина топологиясы, сақина топологиясы, жұлдызша топологиясы. Шина топологиясы. Шиналық топология мұнда жұмыс станциялары желі адаптерлері арқылы жалпы шинаға немесе магистралға кабельге қосылады. Дәл осындай тәсілмен магистралға басқа да желі құрылғылар қосыла береді. Желінің жұмыс жасау процесінде тасымалданатын ақпарат жөнелтуші станциядан жұмыс станцияларының барлық адаптерлеріне жеткізіледі. Бірақ оны тек адресте көрсетілген жұмыс станциясы қабылдайды. Артықшылығы: шағын уақыт арасында желінің орнатылуы арзан, ұзын және қысқа кабельдік желі құрылғыларын талап етеді. Кемшілігі: ақаулықтарды жою қиындықтары, жаңа жұмыс станциялар қосылғанда жалпы желі өнімділігі төмендейді. Яғни бұл жерде суретте шина топологиясы берілген. Яғни бір магистралдың бойында байланысқан. Яғни мынау схемасы. Келесі сақина топологиясы. Сақиналық топология мұнда байланысу арналары тұйықталған сақина бойында орналасады. Жөнелтілген мәлімет біртіндеп барлық жұмыс станцияларын аралап шығады да, оны керекті компьютер қабылдаған соң жұмыс тоқтатылады. Бұл топологияның кемшілігі: кез келген жұмыс станциясының істен шығуы жалпы байланысты бұзады. Артықшылығы: шағын уақыт арасында желінің орнатылуы, қосымша жабдықтардың болмауы. Кемшілігі: конфигурациясына және параметрлерінің күрделілігі, ақаулықтарды іздеу күрделілігі. Яғни мына суретте сақина топологиясы. Міне сақина бойымен жаңағы компьютерлеріміз жалғанады екен. Мынау сол сақина топологиясының схемасы. Жұлдызша топологиясы. Жұлдызша топологиясы есептеу желісінің қалған түйіндерінің әрқайсысымен мәлімет тасымалданатын жеке желі арқылы байланысқан орталық түйіні бар сызба құрылым. Оған жұмыс бекеттерінің арасында байланыс жасау міндеті жүктелген. Бұзылған түйінді есептеу желісінің құрамынан шығарып тастау мүмкіндігі осы құрылымның ыңғайлы жағы болып табылады. Бірақ орталық түйін бұзылса, онда барлық есептеу желісі жұмыс істей алмайды. Артықшылығы: бір жұмыс желісі істен шықса, қалған желі өнімділігіне әсер етпейді. Параметрлерді оңай орнату. Кемшілігі: желіні орнату үшін басқа да топологияларға қарағанда көп кабель қажет етеді.
яғни бізде міне жұлдызша топологиясы, мынау схемасы, яғни концентратор арқылы жаңағы компьютерлердің жалғануы, міне жұлдызша топологиясы. Енді біз 10 страйк схема сети бағдарламасында желі жүргізіп көрейік. Ол үшін біз бағдарламаға кірейік. Біз бүгін 10 страйк схема сети бағдарламасымен жұмыс жасайтын боламыз. Бұл экран бізге ашылғанда мынадай терезе ашылады. Біз одан трассировка дегенді таңдаймыз, және далее немесе отмена дегенді бассақ болады. Бізде міне 10 страйк схема сети бағдарламасы ашылды. Енді біз осы жерде сетті, жаңағыдай желіні құрастырайық. Ол үшін бізге не керек? Яғни бұл программада біздің сол жағымызда біздің құрал саймандар, яғни компьютер құрылғылары, бізге керекті құрылғылар орналасқан. Бірінші біз сет, яғни желіні таңдаймыз. Енді осы желіні біз жаңа свойствоға кіріп, түсін өзгертсек болады. Мысалы, сетті біз желі деп алайық. Желі. Енді біз түсін қызылмен алайық. Міне, біздің желіміз тұр. Енді осы желіге біз жалғау үшін, яғни біз компьютерді алайық. Ноутбукты қосайық, және жаңағыдай принтерді қосайық. Сонымен қатар тағы да біз телефонды алсақ болады. Мысалы, телефон таңдайық. Енді біз осының барлығымыз бір-бірімен жалғастыру үшін бізге модем қажет. Яғни ADSL модемін алайық. Енді осыларды біз бір-бірімен байланыстыруымыз керек. Ол үшін бізде прямой узел. Ол үшін бізде міне папканың ішінде соединить дегенді басып, осыны біз алуымыз керек. Яғни біз бірінші желіні модемге жалғаймыз, модемнен компьютерді жалғаймыз, компьютерді модемнен принтерге жалғаймыз, және ноутбукты жалғаймыз, және жаңа телефонды жалғаймыз. Міне біздің жаңағы желіміз байланыста. Яғни бұл бізде жаңағы желіміз модем арқылы компьютерлер бір-бірімен байланыста. Бұл программа арқылы осыны үйренеміз. Яғни желіде қалай жоба құрастыру керек екенін. Яғни осы бағдарлама арқылы біз жаңағы желіні бір-бірімен байланыстыруды үйренеміз. Және де өзімізге түсінікті болу үшін біз мына жақындатып жаңағы құрылғыларды үлкейтіп алсақ та болады, себебі өзімізге көріну үшін. Бәрін үлкейтіп алайық. Үлкейтіп алайық. Енді бізде әрқайсының атын біз жаңағыдай свойствоға кіріп өзгертсек болады. Мысалы, мынау қара. Мысалы, мына жерге біз телефон деп жазып қояйық. Телефон деп жазып қояйық. Мына жерге біз жаңағы свойствоға кіріп, басқа түспен түсін өзгертуімізге болады. Мына жерде мысалы біз алайық, көк түсті алайық, принтер деп қояйық. Себебі бұл желі арқылы, яғни барлығына ортақ принтер. Мына жерде де свойствосына кірейік. Мысалы бізде қара тұра берсін компьютермен. Ноутбуктың несін өзгертейік. Мысалы жирныймен жазсақ та болады. Мына жерде бұның түсін біз жасыл қылайық. Ноутбук міне. Өйстіп осылай біз түстерін өзгертіп, жаңағы осы программа арқылы біз жаңағы желіні жобалап, диаграммаларын жасасақ болады екен. Енді тағы да бір желі қарастырайық. Ол үшін біз жаңадан бет ашамыз. Создайте новую карту схемы. Жаңағыдай бір
трассировканы таңдаймыз, атменен басамыз. Енді біз осы жерге керек құрылғыларды таңдайық. Яғни біз жаңа желімен интернетпен байланыстыру үшін біз интернет құрылғысын таңдауымыз керек бірінші. Енді осы құрылғыға біз таңдайық, файловый сервер алайық, сервер база данных алайық, принтер локальный алайық және принтер сетевой алайық. Енді тағы да біз алайық, ноутбук алайық және компьютердің 2 компьютер алайық. Келесі бізге енді керек, осыларды біз жалғастыру үшін бір-бірімізге бізге жаңағы не қажет? Switch қажет. Яғни коммутатор. Яғни біз коммутаторды алайық. Себебі біз осы құрылғылардың барлығын коммутатор арқылы жалғаймыз. Енді бізде Brand Power деген жаңағы бізде интернетте сүзгі жасап тұратын құрылғы, яғни сырттан қауіп қатерден қолданатын құрылғы. Осы Brand Power'ды таңдап алайық. Енді осыларды біз үлкейтейік. Үлкейтіп алайық, өзімізге кішкене көрнекті болу үшін. Бұл жаңағы сетевой деген жаңағы желімен арқылы пайдаланатын принтер. Осы принтер арқылы жаңағы барлығы қосылған құрылғылардың бәрі пайдалануға болады. Мысалы, компьютер. Яғни мынау бізде локальный принтер, оны біз жаңағы компьютердің өзіне ғана қолдансақ болады. Бізде Brand Power жаңағы желідегі қауіп қатерден қорғайды. Енді біз осыларды байланыстырып шығайық. Ол үшін жаңа папканың ішінде соединить дегенді басайық. Енді біз осыны коммутатормен жаңаға байланыстырып шығайық. Толщинасын таңдап алайық. Бізде бұл жерде жаңа қалыңдау сет болғандықтан келесі жаңағы қолдан барлығын байланыстырып шығайық. Байланыстырып шығайық. Енді бізде жаңағы принтермен локальды желіні байланыстырайық. Бұның толщинасын ческе қойды. Енді екеуін байланыстыру үшін желімен жаңағы Brand Power'ды байланыстырайық. Бізде ол желіміз, яғни канал связі. Яғни канал связі дегенді таңдайық. Яғни біздің жаңағы неміз жалғанып тұр. Кішейтейік. Құрылғымен байланысып тұр. Міне, бұл программа арқылы жаңағы біз өзімізге керекті осындай картасын сызып алсақ болады. Бірінші біз жаңағыдай желі жүргізу үшін біз өзімізге қажетті құрылғыларды осылай жаңағы сызып алып, дайындап алып, содан кейін жаңағы желімізді құрамыз. Сол үшін бұл программа бізге өте қажетті, яғни желі жүргізу үшін. Біз 10 страйк схема сети бағдарламасында жұмыс жасап көрдік. Енді тапсырмалар. Мына суретте берілген құрылғыларды 10 страйк схема сети бағдарламасында жасауымыз керек. Бірінші тапсырмамыз. Екінші, мына жерде көрсетілген сурет бойынша осы схеманы жаңағы бағдарламада жасауымыз керек. Яғни интернетке модем арқылы шығу. Қалай шығады екенбіз, соның схемасын жүргіземіз. Келесі, интернетке модем EDSL арқылы шығу, яғни мына суретті біз сол 10 страйк схема сети бағдарламасында жасауымыз керек. Келесі тапсырма, интернетке ауданды жергілікті желі арқылы шығу, яғни осы схеманы біз жаңағы бағдарламада жасап көрсетуіміз керек. Бұл жерде жаңа интернет Wi-Fi канал арқылы шығу, міне осы схемалардың барлығын жаңа берілген бағдарламада жасауымыз керек. Бақылау сұрақтары. Компьютерлік желі дегеніміз не?
Желі топологиясы. Топологияның негізгі үш типі. Шина топологиясына сипаттама бер. Жұлдыз топологиясына сипаттама бер. Сақина топологиясына сипаттама бер. Осы бақылау сұрақтарына жауап жазуымыз керек. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.